Баршаға ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мінекей бүгін қаңтардың 10-шы жұлдызы. Біздің борт қардың астында қалды. Шамамен айтатын болсақ, бір 20 сантиметр, 20-дан жоғары сантиметр қар жауды. Алдымызда минус 24-ке дейін аяз болады деп күтілуде. Қазгидрометтің айту бойынша. Жалпы бұл сұрақ мені өзімді ойландырған еді өткен жылы. Қыста шуалшандарды қалай бағамыз дегендей. Қарап отырсаңыз, мен бортым ешқандай өзгеріс болған жоқ. Айтарлықтай 20 сантиметр мына жағы, ортасы азырақ 40-қа дейін көтерілді. Қайтадан мына жағын барлығы 20 сантиметр. Сол бойы қалып кетті. Енді құдай қаласында қар еріп, жаңағыдай күн жылына бастаған кезде бір 2 аптадан кейін ба, және видео обзор жасап, шуалшандардың жағдайларын, қандай жағдайда, қалай қыстап өтті, суықта қырылып қалмады ма деген сұрақтардың жауабын білетін боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, каналға подписка жасап, комментарий жазыңыздар, өз ойларыңызды лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар осы видеоны. Құдай қаласа, бұның шуалшандардың қыста аман шыға ма, шықпай ма, осы келесі видеоларда көретін боламыз. Күндеріңіз сәтті болсын, сәтті өтсін. Сау саламат болыңыздар.